1990 жылы Италия үкіметі әйгілі Пизаның еңселі мұнарасын түзету үшін ең үздік инженерлерді жинады. Мұнараның 800 жылдық тарихында түзетуге көп талпыныстар болған еді, бірақ бұл команданың компьютерлік модельдері жедел түрде шешім жасау қажеттілігін көрсетті. Олардың есептеуі бойынша мұнара 544 градус бұрышына қисайған соң құлайды, ал қазіргі уақытта ол 5-5 градусқа қисайып тұр. Мұнараның қалай шыдап тұрғаны беймәлім, бірақ мәселе айқын. Олар ғасырлар бойы инженерлерді ойландырған мәселені шұғыл түрде шешуі керек. Жағдайды түсіну үшін ең алдымен мұнараның неге қисайып тұрғанын білген абзал. 12 ғасырда теңіздерге бай Пиза республикасы өзінің собор алаңын керемет көрікті жерге айналдыруға кірісті. Жұмысшылар шіркеуді безендіріп, кеңейтіп, алаңға күмбезді баптистерийді де қосты. 1173 жылы жеке тұратын қоңырау мұнарасының құрылысы басталды. Сол кездегі инженерлер мен сәулетшілер өз ісінің шеберлері еді, бірақ барлық инженерлік танымалдарына қарамастан, олар тұрған жерлері туралы әлдеқайда аз білетін. Пиза атауы гректің батпақты жер сөзінен шыққан. Оған себеп қала бетінің астындағы саз, балшық және дымқыл құм. Ежелгі римдіктер жердің байырғы тұрақты жынысына сүйенетін ода деп аталатын массивті тас бағандарын қолдану арқылы осындай жағдайға қарсы тұрды. Бірақ бұл мұнараның сәулетшілері ойынша олардың салыстырмалы түрде қысқа құрылымы үшін 3 метрлік іргетас жеткілікті болады деп ойлады. Олардың өкінішіне орай 5 жыл ішінде мұнараның оңтүстік жағы жер астында болды. Әдетте іргетастың мұндай ығысуы құрдымға келеді. Егер жұмысшылар көбірек салмақ қосса, жоғары қабаттардағы қысым конструкцияны батырып, қисаю бұрышын одан әрі үлкейтеді. Бірақ құрылыс 4-ші қабатқа жеткен кезде 100 жылға жуық уақыт тоқтап қалды. Өйткені Пиза елі ұзақ соғысқа ұшырады. Бұл ұзақ үзіліс топырақтың тұрақталуына мүмкіндік беріп, 1272 жылы құрылыс қайтадан басталған кезде іргетас біршама тұрақты болды. Сәулетші Джованни ди Симонның басшылығымен жұмысшылар мұнараның қисығын түзету үшін келесі бірнеше қабаттың оңтүстік жағын биігірек етті. Бірақ қосымша тастың салмағы бұл жағын одан да тереңірек батырды. 7-ші қабат пен қоңырауды аяқтаған кезде көлбей бұрышы 1,6 градусқа жетті. Ғасырлар бойы инженерлер қисаю мәселесін шешу үшін көптеген стратегияларды қолдануға тырысты. 1838 жылы олар батқан іргетасты зерттеу үшін негіз айналасында жол қазды. Бірақ негіздің құмы азайғандықтан мұнараның көлбеуі үлкейе берді. 1935 жылы Италияның инженерлер корпусы іргетасты нығайту үшін цемент қолданды. Алайда ол бүкіл іргетасқа біркелкі бөлінбей, бұл кенеттен тағы бір құлдырауға әкелді. Осы сәтсіз әрекеттермен батып тұрған іргетас мұнара қисаюының сыни нүктесіне жақындатты. Ал топырақтың құрамын дәл білмейтін инженерлер мұнараның құлайтын бұрышын дәл анықтай алмай, оның құлауын тоқтату жолында таппады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары зерттеушілер осы жетіспейтін айнымалыларды анықтау үшін тест әзірледі. 1970 жылдарда инженерлер елге мұнараның ауырлық ортасын есептеді. Инженерлер осы деректер мен жаңа есептеу технологияларының көмегімен топырақ, мұнара қозғалысының траекториясы және мұнараның нық тұруы үшін қажетті жер қыртысының нақты санын модельдей алды. 1992 жылы мұнараның солтүстік бетінен 38 текше метр топырақ алып тастау үшін диагоналды туннельдер бұрғыланды. Содан кейін олар іргетасты болат арқандармен бекітіп, 600 тонна қорғасын құймалары арқылы құрылысты уақытша тепе-теңдікке әкелді. Мұнара құрылысы басталғаннан 6 ғасырдан кейін ол ақыры түзетілді. Қазіргі көлбеу шамамен 4 градус. Ешкім мұнараның құлап кетуін қаламады, әрі ең көрікті жерлерді сақтап қалғысы келді. Бүгінгі күні мұнараның биіктігі 55 немесе 56 метр және ол кем дегенде 300 жыл бойы кемелсіз сұлулықтың ескерткіші ретінде тұрақты болады.